Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізілген мониторингтің қорытындысы бойынша Маңғыстау облысында 7 мұғалімнің жалған дипломдармен жасағаны анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ұсынысына сәйкес аталған мұғалімдер қызметтерден шығарылды. Бүгінгі таңда облыстық білім басқармасы аталған мұғалімдердің үстемақы алған ақшаларын қайтару бойынша сотқа жүгінді. Сонымен қатар бір мұғалімнің ісі сотта қаралып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 385 бабы 3 бөлігіне сәйкес соттың шешімімен айыппұл салынды. Енді біз бұл мәселе жөнінде облыстық білім басқармасымен, білім беру бөлімдерімен тиісті келіссөздер ұйымдастырып келе жатырмыз. Мұғалімдер біздің болашақ мамандар дайындайтын болғандықтан оларға бұндай фактілердің алдын алу бойынша тұрақты түрде жұмыс жүргізу ұсынылды. Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы үлгілік базалық бағыт деген жоба бар. Жобалық басқару соның аясында әрбір мектеп, колледж немесе оқу орындары осы жалған дипломдар анықтау үшін олар тұрақты түрде осы мониторинг жүргізу керек. Сонда бұл дипломдардың жалғандығын анықтауға мүмкіндік бар. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында дипломдарды соңғы 2021 жылдан бастап алған дипломдар интернет ресурста көрінеді, яғни тексеріледі. Ал қалғандарын енді жұмысқа қабылдау кезінде жұмысқа қабылдаушы мекемелер тиісті оқу орнына сұраныс жолдау арқылы анықтауға болады. Енді көп жағдайларда олар өздерінің біз бұндай құзырет берілмеген деп айтып жатады. Алайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг негізінде бұны уақытылы жүргізсе, онда бұндай фактілерге жол бермеуге болады. Олар тартылмайды ғой, себебі жалған екендігін анықтай алмады. Оларға жаңағы дипломның түпнұсқасының анықтау құзыреті берілмеген. Бірақ жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның баптарына сәйкес жемқорлыққа қарсы мониторинг немесе сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жүргізу кезінде бұл мәселе анықтау мүмкіндіктері бар. Мысал ретінде айтайын, біреу дене шынықтыру пәнінен, бір мысалы. Енді бұны айтып айтқан себебім сотта қазір материалдар қаралуда, соған байланысты жариялай алмаймыз. Міндеттей алмағанмен, бірақ та бұл тиісті министрлікке уақытында ұсыныс берілген болатын. Соған сәйкес қазіргі таңда соңғы бітірген университет түлектерін жаңағы арнайы сайттарда анықтауға мүмкіндік бар, 21 жылдан бастап бітіргендерді. Ал қалғандар енді жаңағы жемқорлыққа қарсы тетіктерді, механизмдерді пайдалана отырып, мониторинг жүргізу арқылы немесе ішкі талдау жүргізу арқылы анықтау мүмкіндіктері бар. Олар енді жаңағы министрліктің бұйрығында міндетті түрде қарау керек деген міндеттелмеген. Біз сол үшін жаңағы білім басқармасына, білім беру бөлімдеріне, жалпы білім саласына мекемелердің басшыларына айтып жатырмыз. Олар жылына кемінде бір рет сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жүргізу керек. Сонымен қатар өздерінің жаңағы қажеттілігіне қарай тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіледі. Осы аясында бұл мәселені анықтауға болады. Мысалы айтайық, биыл 10 адам жұмысқа қабылдаса, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптық мониторинг жүргізу арқылы сол оқу орындарына сұраныс жолдауына болады. Сол арқылы өздерінің жаңағы алған азаматтарының, жұмысқа алған азаматтарының дипломдар жалған емес екенін анықтау мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижесіне сәйкес облыстық білім басқармасы жалған дипломмен алған мұғалімдердің үстемақыларын қайтару бойынша сотқа жүгінді. Сонымен қатар бір мұғалімнің жалған дипломды қолданылғаны үшін қылмыстық кодексінің 385 бабы 3 бөлігіне сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қалғандар ертең соттың шешіміне сәйкес үстемақылар қаралу мәселесі алдағы уақытта қаралатын болады.